Сәлеметсіздер ме, құрметті студенттер. Пәннің атауы Азия және Африка елдерінің қазіргі заман тарихы. Тақырып кіріспе 20 ғасырдың бірінші жартысындағы Азия және Африка елдеріндегі дамудың негізгі тенденциялары. Бірінші сұрақ: Батыс мемлекеттерінің саясаты және Азиядағы араб елдерін бөлшектеу. Екінші: ұлт азаттық күрестің өршуі. Үшінші сұрақ: Азиядағы араб елдерінің 20 жылдардың соңы, 30 жылдардың басындағы дамуы. 4. Африкадағы араб елдерінде ұлт азаттық күрестің өрістеуі. 5. Африкадағы Бірінші дүниежүзілік соғыстың салдары мен жалпы жағдайы. 6. сұрақ: Әлеуметтік, экономикалық дамуы. Соңғы 7. Саяси жағдай және ұлт азаттық қозғалыс. 20 ғасырдың басындағы Азия және Африка елдерінің екінші дүниежүзілік соғыс дәуірінде 1914-45 жылдар аралығындағы мемлекеттік және саяси экономикалық дамуында қандай өзгерістер болды және бірінші дүниежүзілік соғыстан кейін әлемді бөліске салу процесі қалай аяқталды? Осы мәселелердің барлығы аталған пәннің негізгі мақсаты болып табылады. Сонымен қатар Азия және Африка елдерінің екінші дүниежүзілік соғыс алдындағы жағдайлары қандай болды және Біріккен ұлттар ұйымының халықаралық құқықтық жүйесін құру қалай жүрді, онда шығыс елдері қандай орын алды сияқты сұрақтарға жауап береді. Отарлық жүйенің келуінен кейін Азия және Африка елдері ұлттық мемлекеттік интеграцияда қандай қиындықтарға ұшырады? 20 ғасырдың екінші жартысында шығыс елдерінің геосаяси даму жолдары қалай зерттелді? Осының барлығы аталған пәннің мақсаты. Курстың міндеттері: дүниежүзіндегі саяси процестерге үлкен ықпал жасаған Азия және Африка елдерінің 20 және 21 ғасырдың басындағы ішкі сыртқы саясаттарының көптеген мәселелерін толық игеру. Екінші, деректерді сараптап, ел басқарған көрнекті тұлғалардың әскери қабілеттері мен дипломатиялық шеберліктерін зерттеп, өмірде оларды жүзеге асыруға және салыстыру, фактілерді жалпылауға бейімделу. Үшінші, бұқаралық ақпарат және баспасөз материалдармен, тарихи деректермен, тарихи құжаттармен, картамен жұмыс жасау деңгейлерін одан әрі жетілдіре түсіп, болашақ тарихшыларға тән қасиеттерді жинақтау. Соңғы, пән бойынша бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде Азия және Африка елдерінде қандай өзгерістер жүрді және соғыстан кейінгі жеңілген елдердің отарларын бөліске салу процесінің жүру жолын игеру. Араб халықтары Европа мемлекеттерінің отарлауына қарсы күресумен болды. Сондай-ақ олар түрік үстемдігінен де құтылуға тырысты. Батыс елдері түріктер мен арабтардың арасына от жағып, екі халықты өшіктіруге күш салды. 1915 жылы Англия Хиджаздың бұрынғы билеушісі және қасиетті Мекке мен Мединені басқарған Хусейн шерифпен астыртын келісімге келіп, Түркияға қарсы бірлесіп соғыс бастайды. Хусейнге ол көмегі үшін келешекте Біріккен араб мемлекетінің билігін беруге уәде етеді. Іс жүзінде Англия мен Франция 1916 жылғы мамыр айындағы Сайкс-Пико келісімі бойынша араб жерін өзара бөлісуді көздеді. Ресей бұл келісімді қолдай отырып, өзіне Стамбул және Бұғаздарды, Қара теңізді оңтүстік аймағын қаратып алуды ойластырды. 1920 жылы сәуірде Сан-Ремо келісіміне сәйкес Франция Сирия мен Ливанға, Англия болса Палестина мен Иракқа өз протектораттығын, яғни қамқоршылығын орнатты. Батыс мемлекеттерінің отарлық саясаты барлық араб елдерінде ашу ыза тудырды. Алданған арабтар наразылық білдіре бастады. 1919 жылы Сирия, Ливан, Палестина өкілдерінің қатысуымен бір мемлекет құру жоспары дайындалды. Бірақ оған Франция жол бермеді. Сирия біртұтас бөлек мемлекет болуды жақтап, халық бұқарасы 1919 жылы Латакия ауданында көтеріліске шығады. Көтеріліс қыза түскен кезде ағылшындар астыртын қолдау көрсетіп отырған Фейсал өзін Сирия мәлігім деп жариялайды. Бірақ Франция әскерлері Дамас қаласын алып, Фейсалды елден ығыстырады. Ел ішіндегі толқулар мен
қарулы шайқастар тоқтамай жалғаса түседі. Сол кезде елде бірнеше саяси партиялар құрылады. Араб тәуелсіздігі, араб бірлігі, халықтық партия, коммунистік партиясы. 1925 жылы Сирия мен Ливанда халық көтерілістері үздіксіз болып тұрды. Ол кезде Франция қарулы күштерін Мароккодағы ұлт азаттық көтерілісті басуға жұмсаған еді. Келесі жылы негізгі әскери бөлімшелерін Сирияға аттандырып, осы аймақты тұншықтыруға кіріседі. Англияның қарамағындағы жерде тыныштық орнай қоймады. Египеттегі толқулар мен көтерілістер Палестина мен Иракта қолдау тауып, 1919-22 жылдары жағдай қатты шиеленіседі. Англия үкіметі оларды күшпен басты отырады. Сонымен бірге олар араб көсемдері және саяси қайраткерлермен жасырын келісу әдісін пайдаланады. Және нәтижесінде 1923 жылы мамырда Иордан өзенінің шығысындағы өңірде Транс-Иордания әмірлігін құру туралы шешімді бекітіп, оның басына Хусейннің ұлы Абдолланы қояды. Палестинаның қалған бөлігіне ағылшындар тікелей билік жүргізеді. Ирак соғыс кезінде ағылшындар жағына өтеді. Ел тұрғындары 1918 жылы көтеріліске шығып, тәуелсіздікті талап етеді. Ислам өркендеу қоғамы, тәуелсіздіктің қалқаны атты ұйымдар пайда болады. Протекторат шешімі шыққанда бүкіл Ирак қозғалып, жаз айларында көтеріліске қатыспаған аудан қалмады. Ағылшындар 150 мың әскермен 1920 жылдың күзінде көптеген қала кенттерді басып алады. Ирак өкілдерімен келіссөз бастап, мандатты мойындаған мәліктік құруға уағдаласады. Оның тағына Фейсал әмірді отырғызады. Сөйтіп, Хусейн балалары Транс-Иордания мен Ирак тағын иеленеді. Араб түбегіндегі саяси жағдай өте күрделі дамыды. Оның жағалауындағы әмірліктер Аден, Хадрамаут, Маскат, Оман, Катар, Бахрейн, Кувейт ағылшындарға тәуелі болды. Қалған бөлікте 5 мемлекет Хиджаз, Неджд, Джебел Шаммар, Асир, Йемен орналасты. Йемен мен Неджд өзара қырқысумен болды. Йеменнің басында Яхия имам тұрды. Неджд билеушісі Абдал-Азиз ибн Сауд 1920 жылдары Хусейнді жеңіп, Хиджаз, Мекке, Мединені өзіне қаратады. 1927 жылы ол мәлік атанып, Сауд Арабиясын басқарады. Франция билігіндегі Ливан мен Сирияда жағдай біраз тұрақтанғандай болып, өндіріс орындары мен ауыл шаруашылығы дами түседі. 1930 жылы жаңа конституция дайындалып, мандат тәртібі сақталған Сирия республикасы өмірге келеді. Транс-Иордания мен шарт жасасып, Англия оның әскери күштерін, сыртқы саясатын, қаржы жүйесін бақылап отырды. Палестина арабтарының наразылығы осы кезде қатты өршіп, тоқтаусыз ереуілдер ағылшындардың мазасын алды. Ирак халқы мандат жүйесін жоюға талаптанған күресі жалғаса берді. 1927 жылғы желтоқсанның 14-інде Ирак пен Англия 5 жылдан соң мандаттық тәртіптен бас тарту туралы келісімге келеді. 1930 жылы үкімет басына Саид отырады. Ол Англиямен 25 жылдық күші бар жаңа шарт жасасып, Ирак елі өз тәуелсіздігін жариялайды. Шарт баптары Англияға Ирак жолдарын және байланыс құралдарын еркін пайдалануға құқық береді. Кейбір ұлтшыл топтар Германиямен жақындасу жолдарын іздестіреді. Сондықтан Англия Иракты өз ықпалынан шығармауға барлық күш-қуатын аямай жұмсайды. Сауд Арабиясы мен Йеменде монархиялық тәртіп күннен күнге нығая түседі. Бірінші дүниежүзілік соғыс кезінде араб халықтарының отаршыларға қарсы қозғалыстары басталады. Соның бірі Египетте, екіншісі Мароккода өтеді. Марокконың таулы аудандары батыс елдеріне бағынбай жүрген. Соғыс бітісімен испан үкіметі 60 мың әскер жинап, оларды өзіне қаратпақ болды. Риф тауларын мекендеген тайпалар испандарға қарсы көтеріледі. Мұхаммед ибн Абдал Кәрім бастаған жасақ 1921 жылы испандықтардың 20 мың әскерін ойсырата жеңеді. Бұдан кейін Риф республикасы құрылып, Абдал Керим оның президенті болады. Бұған дейін Франция Испаниямен бақталас болып, арабтарға қару-жарақ сатып келсе, 1924 жылы бұл екі ел бірігіп, 300 мың әскери күшпен Мароккодағы ұлт азаттық қозғалысты тұншықтырады.
Алжир мен Тунис зиялылары тәуелсіздік мәселесін көтеріп, Париж конференциясына тілектерін жеткізген болатын. Бірақ Франция оған көнбеді. Кейін біраз жеңілдіктер енгізуге келісіп, ауқатты тұрғындарды жергілікті сайлауға қатыстыруға және барлық дауыс берушілердің 13%-ын қамтуға құқық береді. 1925 жылы Франциядағы алжирліктердің арасында Ахмед Мессали қажының басқаруымен Солтүстік Африка жұлдызы одағы құрылады. Тунисте социалистік федерация құрылады және дүстүр партиясы. Араб тілінде дүстүр бұл конституция деген мағынаны білдіреді. Дүстүр партиясы өмірге келеді. Олар астыртын қызмет атқарады. Ұлт азаттық қозғалыстың негізгі оқиғалары Египетте жүріп жатты. Буржуазиялық қайраткерлер Париж конференциясына үміт артып, Египетке толық тәуелсіздік береді деген деп сенген еді. Бірақ ағылшындар уәдесін орындауды ұмытты. Буржуазиялық топтар Әл-Уафт, Әл-Миери партиясын құрып, қозғалысты басқарады. Оның жетекшісі Саад Зағлол болды. 1918 жылы 8 наурызда Зағлол бір топ серіктерімен тұтқындалып Мальта аралына айдалған еді. Египетте жаппай ереуілдер басталып кетеді. Англия Уафт жетекшілерімен келісімге келіп, қарулы көтерілісті тоқтату туралы үндеу жариялауға мәжбүр болды. Зағлол және басқалары елге қайтарылады. Халық қаһарынан сескенген Англия 1922 жылы ақпанда Египеттің тәуелсіздігін мойындап, протектораттықтан бас тартады. Сұлтан Фуад Мәлік атағын иеленеді. 1923 жылы жаңа конституция бекітіліп, Египет конституциялық монархияға айналады. Бірінші сайлауда Уафт партиясы жеңіске жетіп, Зағлол үкімет басына келеді. Ол елден ағылшын армиясын кетіру және Суданмен бірігу туралы келіссөздер жүргізе бастайды. Зағлол үкіметі басқыншылармен келісе алмай, биліктен кетуге мәжбүр болды. Египет парламенті таратылып, Суданнан Египет армиясы шығарылады. Ел жартылай тәуелді жағдайда қала берді. Судан ағылшындардың мақта өсіретін, шикізат өнімдерін беретін отарына айналады. Дүниежүзілік экономикалық дағдарыс жылдарында араб елдері қатты күйзеліске ұшырады. Ауыл шаруашылық өнімдері өтпей, өндіріс күрт қысқарды. Алжир астығының бағасы 30-дан 60%-ға дейін төмендеді. Мароккода темір кені мен фосфорит шығару 2-5 есе азайды. Тунисте ауыл шаруашылық өнімдері арзандады. Темір кенін өндіру 4 есеге дейін кеміді. Египет пен Судан мақтасы тау-тау болып шіріп жатты. Батыс елдері наразылыққа жол бермеу шараларын қарастырады. Мароккода 1930 жылы мамырда Франция бербер заңын жариялап, бербер тайпаларының сот билігін тікелей француз әскери мекемелеріне жүктеді. Мароккода 1930 жылы мамырда Франция бербер заңын жариялап, бербер тайпаларының сот билігін тікелей француз әскери мекемелеріне жүктеді. 1934 жылы Марокко ұлттық комитет құрылады. Бұл елдегі бірінші саяси партия еді. Ол тәуелдікті шектеу және парламентпен біртұтас үкімет құруды көздеді. Отаршылар оның қызметіне тыйым салды. Ал Алжирде азаттық қозғалыс едәуір жанданып, 1930 жылдардың басында реформашылар одағы пайда болды. Солтүстік Африка жұлдызы қайта құрылады. Тунис 1933 жылға дейін созылған шаруашылық дағдарысқа ұшырап, жұмыссыздық қуаңшылық салдарынан ашаршылық жариялап, елде адам шығыны орын алады. Дүстүр партиясының арасында жікшілдік ұлғаяды. 1934 жылы жаңа дүстүр тобы құрылады. Оның жетекшісі адвокат Хабиб Бургиба халық бұқарасына сүйеніп, ұлт азаттық күресті дамыту бағдарламасын ұсынады. Ал Ливияны толық бағындыру саясатын орындау үшін Италия 1930 жылдардың ортасында барлық күшін пайдаланады. Жағалаудағы ең құнарлы жердің 230 мың гектар жерінде еуропалықтар қоныстандырылады. Жерсіз қалған феллахтар қалаға шұбырады. Англия Египетте қоныстанған Мұхаммед Ыдырыс Сенусинмен тіл табысуға тырысады. Ол Ыдырысқа қараған 14 мыңдық Ливия легионын
жабдықтап, кейін Италия мен Германияға қарсы пайдаланады. Египетте 1929 жылы уақыт үкіметі қызметтен кетіп, халық партиясының жетекшісі Исмаил Сетки билікке шақырылады. 1934 жылы азық-түлік бағасы өсуіне байланысты қалаларда жаппай ереуілдер басталады. Сарай тобы мен ағылшындар бұрынғы конституцияны қайтадан күшіне енгізуге мәжбүр болды. 1936 жылғы сайлауда уақыт жеңіске жетіп, үкімет басынан нахас паша келеді. Ол Англиямен 20 жылдық келісім жасасып, басқыншылық тәртіпті жойғызады. Бірақ ірі қалаларда ағылшын қарулы күштері орналасу құқығына ие болды. 1940-42 жылдары Италия, Германия жағы бірнеше рет шабуыл ұйымдастырып, Египетті басып алмақ болды. Бірақ Әл-Аламейн маңындағы шайқаста Роммель бастаған герман әскерлері талқандалып, сәтсіздікке ұшырайды. Марокко, Алжир жеріне ақш әскерлері келіп, Италияға қарсы шабуыл ұйымдастырады. Магриб арабтары фашистерге қарсы ұрыстарға қатысып, жеңіске жетеді. Египет Германияға қарсы соғыс жариялауға 1945 жылғы ақпанда ғана келіседі. Сөйтіп, Біріккен ұлттар ұйымы қаруға қатысты 1945 жылы мамыр айында француз отаршылары Алжир халқының ұлт-азаттық қозғалысын әскери күштерді пайдаланып басып тастайды. Соғыс аяқталар кезде араб елдері бірігу мәселелерін қайта көтеріп, араб елдерінің лигасы құрылады. Африка Батыс Еуропа елдерінің конгломератына айналады. Батыс және тропиктік аймақтарда, Мадагаскар мен Үнді мұхитындағы аралдарда Франция қожалық етті. Оның иелігінде солтүстік Африканың арабтар жайлаған Марокко, Алжир, Тунис елдері болды. Ұлыбритания шығыс оңтүстік батыс аймақтағы елдерді бағындырады. Шығысында, батысында, оңтүстік батысында Германия табан тіреп тұрды. Оның үстемдігі Танганьика, Уганда, Руанда, Бурунди, Того, Камерун, Намибия елдерінде орнады. Португалия, Мозамбик, Ангола, Гвинея, Бисау, Жасыл мүйіс аралдарын иемденді. Бельгия отаршылдары Конгоны басып алса, Италия қазіргі Сомали, Эритреяны қолында ұстады. Испанияда құр алмай Батыс Сахара мен Марокконың бір бөлігін иемденген еді. Оңтүстік аудандарда Англияға бағынышты Оңтүстік Африка одағы құрылды. Бірінші дүниежүзілік соғыста жеңілген Германияның отарлары Англияға, Францияға, Бельгияға өтіп кетеді. Ал германдық Оңтүстік Батыс Африка, бұл қазіргі Намибия, Оңтүстік Африка одағына тәуелді болды. Сөйтіп, бірнеше Еуропа мемлекеті бүкіл құрлықты бөлісіп, халқын қанады. Күшпен, зорлықпен орнатылған империалистік отаршылдық тәртіп зардабына қарсы Африка халықтары дүркін-дүркін көтеріліске шығып отырды. Батыс елдері отарларында әртүрлі билік жүйесін енгізді. Француздар өздерінің тікелей әкімшілік биліктерін орнатса, ағылшындар жергілікті көсемдерді жақын тартып, соларға сүйену әдісін жиі пайдаланды. Бұл тәртіп негізінде заң шығарушы кеңестер құрылып, оған ауқатты отбасылар қатысты. 1920-30 жылдары Африка елдерінде шетелдік үстемдігі нығая түсті. Аймақтағы барлық елдердің экономикасы бір жақты болып, дәнді дақылдардың бір ғана түрін өсіруге бағытталды. Алтын жағалауда, бұл қазіргі Гана, какао өндіріліп, Сенегал мен Гамбия жер жаңғақ, экваторлық Африка елдері мақта шығарды. Ал тау-кен өнеркәсібі үшін бұл елдер тек шикізат Сьерра-Леоне темір кенін, Конго темір кенін, мыс және тағы басқа шығарумен айналысты. Отар елдегі жұмысшылар жалақысы өте төмен болғандықтан өндірілген тауарларында құны арзан еді. Ал оны сатушылар пайданы көп табатын. Африкалық шаруалар тіпті құлдар қатарында еуропалықтардың плантацияларында еңбектенген болатын. Жерсіз шаруалар, салық төлей алмайтындардың көбі басыбайлы ретінде плантациялық жұмысшылар қатарында болды. Тұрмыстың нашарлағанынан, қара жұмыстың ауыртпалығынан адам шығыны шектен асты. Сонымен бірге, кедейленген шаруалар тау-кен қазба жұмыстарына қайта шұбыратын, шахталар мен кеніс жұмысшыларының өмірі адам айтқысыз қиын еді. Көптеген елдерде империалистер мен отаршылдарға қарсы қозғалыс қалыптасады. Олардың басында бұрын феодалдық көсемдер тұрса, жаңа кезеңде саяси партиялар мен қоғамдық ұйымдар құрылып, азаттықты қолдаушылар қатарына жұмысшылар мен буржуазиялық топтар қосылады. Бұл шамалы болса да, экономикалық, әлеуметтік жағдайы алда келе жатқан елдерде
байқалады. Олардың қатарында Нигерия, Алтын жағалау, Сьерра-Леоне, Кения, Оңтүстік Африка одағы болды. 30 жылдардың басында Конгода, Ганада, Нигерияда, Анголада, Оңтүстік Родезияда, Танганикада, Мавританияда наразылық басталады. Қалалар мен селолық аудандарда, кеніштер мен шахталарда ірі ереуілдер, толқулар, көтерілістер болып, отаршылар оларды аяусыз басып отырды. 30 жылдардың ортасында Италияның фашистік үкіметі Эфиопияны жаулауға кірісті. Жергілікті халық оған қарсы қаһармандықпен күресті. Бірақ қаруы мықты Италия әскерлері елдің көп жерін басып алады. Екінші дүниежүзілік соғыс кезінде бірнеше миллион африкалық Европа елдерінің армиясы қатарына шақырылып, қара жұмысқа салынған болатын. Африка тау-кен байлығын пайдаланған еуропалықтар құрлықта өндіріс орындарын салды, кеніштер ашты. Бұл істерден ақш та тыс қалмады. Назарларыңызға рахмет.